Арабстанның жағдайы. Дүниежүзі картасынан саяси, географиялық және сауда-саттық жөнінен маңызды орын алған Арабстанның да өзге елдерден айырмашылығы қалмаған еді. Мұнда тіл мен әдебиеттен басқа салалардың бәрінде кері кетушілік, жамандық, үстемдік жүргізе бастаған. Діни ахуал. Наным-сенім мәселесінде анархия белең алып, адамның ақылына сыймайтын небір сенімдер пайда болған. Халықтың бір бөлігі ештеңеге сенбейтін, тек осы өмірдің қызығын тамашалап қалуды көксейтін. Өмір адамға бір-ақ рет беріледі, екінші рет тірілу мүмкін емес, ақыры өлеміз, сондықтан мына дүниеде тояттап қалуға тиіспіз дейтін. Олар ойларына келгенін істейтін. Ардақты пайғамбарымызға Алладан уахи түсе бастағанда осындай адамдар жайында Құран кәрімде мынандай аяттар жолданады. Ендеше оларға сендерге өмір сыйлайтын, содан кейін жандарыңды алатын, һәм содан соң орнайтындығында еш күмән болмаған, қиямет күні бәріңді қайта тірілтіп жинайтын бір Алла деп айт. Алайда адамдардың көбі осынау ақиқатты білмейді. Жасия сүресі 26 аят. Сондай-ақ арабтардың кейбіреуі Аллаға бір жаратушының бар екеніне сенетін, бірақ адамдар арасынан пайғамбар шығатынына иланбайтын. Пайғамбардың адамдар арасынан шыққанына сенбей, бұл ақиқатты ақылдарына сыйғыза алмай, пайғамбар періштелерден ғана шығуы мүмкін деген бұл топтағылардың қисынсыз пікірлеріне Құранның төмендегі аяты жауап береді. Уа Мұхаммед, оларға егер жер бетінде адамдар секілді жай барақат өмір сүріп, періштелер жер басып жүрсе, онда біз оларға көктен пайғамбар етіп, періште түсірер едік деп айт. Исра сүресі 95 аят. Арабтардың арасында Аллаға сенген мен ақырет күнінің болатынына, өлгеннен кейін тірілуге, жаннат пен жаһаннамның бар екеніне сенбейтін бір топ бар еді. Құран кәрімнің оларға жауабы мынандай: өзінің жаратылысын ұмытып, бізге сонда шіріп жоқ болып кеткен сүйектерге кім жан бітіреді екен, деп өзінше мысал келтірді. Оларға ол сүйектерді әу баста кім жаратса, қайта тірілтетін де сол, ол қалай жаратуды һәм әрбір жаратылысты толыққанды біледі. Ясин сүресі 78-79 аяттар. Енді біреулер пұтқа табынатын, халықтың ең көп бөлігін құрайтындар да осылар. Тастан тақтайдан, кейде кәдімгі халуадан өз қолдарымен жасаған пұттарына табынып, онысымен де қоймай былай дейтін: біз оларға тек бізді Аллаға жақындатсын деген ниетпен ғана табынып жүрміз. Зуммар сүресі 3 аят. Міне, арабтардың көпшілігі қолдарында бар материалдарынан пұт жасап алып, жансыз заттардан медеттейтіндей бейшаралыққа дейін барды. Жер бетіндегі таухидтың тұңғыш тұрағы Байтолланы осы нанымдарының көрінісі ретінде сансыз пұттармен толтырғанды. Исламның кәусәрімен сусындап, мұсылман болу бақыты бұйырғаннан соң, күл әлемге қарағылды қақ жарған әділдігімен әйгілі болған Әзірет Омар жахилия кезеңінде пұттарға табыну турасында басынан өткен оқиғаларды былайша баяндайды. Жахилия кезеңіндегі екі ісіміз есіме түссе, біреуіне қайғырып жылаймын, екіншісіне күлемін. Жылайтыным сол кезде ақмақтығымыз сондай, әйелдеріміз қыз туса тыжырынып, қыз баладан құтылғанша асығып, бейкүнә мейірімге мұқтаж шараналарды тірідей көметіндігіміз. Осы қылығымыз есіме түссе, жүрегім қан жылайды. Күлетінім, пұтқа табынатын едік. Әрқайсымыздың үйінің төрінде қолдан жасалған пұттарымыз тұратын. Соларға табынып құрметтейтінбіз. Сапарға шыға қалсақ, пұттарымыздың бейнесін ұннан немесе қалуадан жасап, өзімізбен бірге алып шығатынбыз. Жол ұзап, қарнымыз ашса, табынып, алдында құрыдай жырғалаған жадысы қалуа пұттардан кесіп алып жейтінбіз. Осыдан асқан күлкілі оқиға бар ма енді? Осынша жағдайларға қарамастан, Арабстанда бір кездері Ибрахим пайғамбар алейхиссалам үндеген таухид дінінде Алланың бірлігіне сенетіндер де бар еді. Қараңғылық ауа жайылушылыққа мойын бұрмастан, арадан ұзақ уақыт өткеніне қарамастан, таухидты ұстанғандарға Ибрахим пайғамбар алейхиссалам жолымен жүргендерге мағынасында ханифтер делінетін. Құран кәрімде ханиф сөзі Ибрахим пайғамбар алейхиссалам үшін қолданылған. Шынында
Ибрахим яхуди де христиан да болған емес. Ол жалған сенімдерден іргесін аулақ салып, бір Аллаға ғана сыйынып, қалтқысыз мойынсұнған шын мұсылман еді. Сондай-ақ ол мүшриктерден де емес еді. Әли Имран сүресі 67 аят. Ханифтер пұттардан жиіренетін, Алланың бар екендігіне, бірлігіне сенетін. Олардың қатарында Уарақа ибн Нафаль, Убайдулла ибн Жақш, Осман ибн Хуайрис, Зайд ибн Амрды атауға болады. Бұлар пұттардың құрметіне ұйымдастырылған салтанатты жиын жәрмеңкеде халықтың алдына шығып, пайдасы да, зияны да жоқ жансыз, тілсіз меңіреу пұттарға сәждеге жығылып, құрмет көрсетудің ақмақтық екендігін айтып, жар салғанды. Ақылға салып, ойланып пұттарға табынудың жөн жосықсыз екенін кейіннен ұғынып, бұл нанымға қарсылық білдіргендер де болған. Солардың бірі Таиф руының басшысы Умайя ибн Абу Салт. Ол жахилия кезеңінде киелі кітаптарды көп оқып, пұтқа табынушылықты тәрк етіп, Ибрахим пайғамбардың аллахиссалам дінін қабылдаған. Бисмика Аллахума тіркесін алғаш қолданғанда сол. Кейін бұл сөздер арабтарға ұнап, Аллаға сенбесе де кітаптарының, сондай-ақ кез келген жазбаның басына осылай жазып қоюды жаппай әдетке айналдырған. Умайя ибн Абу Салт өлеңдерінде адамдарды дұрыс жолға үндейтін жетекшінің, яғни пайғамбардың қажеттігіне назар аударған. Арабтардың арасынан пайғамбар шығуы тиіс екендігін қасиетті кітаптардан оқып үйренгендіктен сол құрметті атаққа өзі ие болғысы келетін. Сондықтан Әзірет Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам пайғамбарымызға пайғамбарлық берілгенде қызғаныштан оны мойындамаған. Тіпті ерегіс пен қызғаныштан Бәдір соғысында өлтірілген мүшриктерге, яғни пұтқа табынып, Аллаға серік қосушыларға арнап жоқтау айтқан. Хижреттің 2-ші жылы иман келтірместен өліп кеткен Умайя туралы Мұхаммед пайғамбардың бірнеше хадисі бар. Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам бір күні Шарид ибн Суайтпен бірге келе жатып, сахабадан: "Сен Умайяның өлеңдерін оқығансың ба?" деп сұрайды. "Я, білемін" деп Шарид Умайяның өлеңдерінен бірнеше бәйіт оқып береді. Өлең жолдары Әзірет Мұхаммедке саллаллаху алейхи уассалам қатты ұнайды. Тағы да оқуын өтінеді. Хасида аяқталғанда Расул Акрам Умайя мұсылман болуға сәл-ақ қалған екен дейді. Тағы бір мәліметте Умайяның өлеңдері иман келтіргенмен өзі азғындықтан шыға алмапты дегені айтылған.